Адам ойы үшін Алла тағаланың алдында жауап береді ме? Ойына келген дүние үшін жауап береді ме? Жауапқа тартылады ма? Ертең Алла тағаланың алдында сұралады ма, сұралмайды ма деген мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде адамның істемеген ісі үшін сұралмайтындығын айтқан. Бір аяттарды қарайтын болсаңыз, ол жерде сұралатындығыңыз айтылады. Ассалаумағалейкум, мұсылман бауырларым. Мына Ерсін Әміре деген мүфтияттың ғұламаларының бір болып есептеледі, керемет білімді деген. Нұр Мүбарак университетінің ұстазы болып табылады. Бұл ақымақ адам діннен ешқандай білім жоқ демші молда. Құранды кейбір айтады, Құранды жатқа біледі. Неше жетті қыратпен оқылады, қыратпен дейді. Оның бәрі бос сөз. Құранды оқыған адамның бәрінде білім болмайды. Білім болса, Құранды итеріп тастап, хадисте былай айтылған, ана ғұлама былай айтты, мына ғалым былай айтты деп сайрап отырам осылай. Құран деген ол Аллахтың сөзі. Аллах айтты ма, бітті. Басқа ештеңе есептелмейді. Егер хадис болса, ғұламаның шартпырағы болса, оның бәрі Құранға қарсы келгендіктен оның бәрі күшін жойылады. Сондықтан да мұндай ақымақтарды тыңдамаңыздар, байқаңыздар. Тек қана Құранды ғана үйреніңіздер бұдан.